Мөлдірге олай тиісуге ешқандай қақыңыз жоқ. Мөлдір жас кезінде болғаны, ол жас кезінде бәріне де болады ондай. Жасың 50-ге келгенде сен өзің жей алмай жүріп, кімге пір боласың дейді. Кімге күліп отырсың? Жыртықсың ғой сен, ол тесік ал. Кімге күліп отырсың? Жыртық тесікке күліп деп отырсың ба? Сіз тоқтатыңызшы олай. Ол қазіргі мөлдірдің сынсыз сипаты, нағыз қазақ қызының арудың сипаты. Кез келген адам түсіруге құқы бар. Сіз қызық екенсіз, сіздің концертіңізге мүмкін ол барды ұстазым деп. Сен оған ана 4 қыз қыстап шешінесің. Сен ондай киімге қарсысың, мен білем ғой сен. Енді келіп жұрттың анда жалғыз мөлдір талап жеп жатсыз. Баян ханым, тоқтатыңыз шешсіз. Қазақ аруларын білім өткенде ұрысқанды ескертіп, ол намысын қорғауға ешқашан жалықпаймын деп. Болды ғой сен, жетер. Мөлдірге олай тиісуге ешқандай қақыңыз жоқ. Мөлдір жас кезінде болғаны, отырып ұстазым деп ана отырып баян жұрттың бәрі мазақ қылып. Жоқ, ұстазым деп айтып барған баланы өзі шығындырып жіберіп, бүкіл Қазақстан ана қызды мазақ қылып қойыпты. Ұстазым болып. Ол мысалы баян не деп сен ренжисің? Ол қыз би деп күліп отыр. Бұл адам деген бар ғой, негізі текті адамдар сөзі ондай болмау керек қой. Би күтте бірінші класстың баласының әңгімесін айтып би дейді. Бізге келгенде сен юбка қысқа болып киіп келдің дейді. Сен қысқа киіп келдің деп ұрысып, ты что, зачем так, нельзя, ты же красота, нельзя деп оны бүтін жапқан жоқ қой. Ол қысқа ештеңе емес, трус емес билетіп қойған ғой. Анаусын мұғайым бола сайын қысқартып жіберген. Сөйтіп отырып еще ренжиді. Ана күйеуі, апамның күйеуімен екеуі жүрді дейді. Енді бір жерін ашып қойсаң, ол бала жас. Оны бұлдан несі ғой, анам жездеңнен көрді. Жезден көз сүзіп жіберген болып тұр. Ана жылтырап. Енді біреудің көтені ашып алып, өздерін жылтыратып алдына қойып қойсаң, жылтырап тұрған. Қызығып кеткен де құрсын. Қайта бұл қыз сендер сотқа бермегеніне рахмет ет. 18-де қызды шуылдатып жіберіпсің. Отырып ұстазым. Жағасы жайсыз жар болса, суы ашық балыға, жиегі тайыстар болса, көк аспаннан не пайда, көгінде күн гүлмесе, қыздар жиған мақтадай, ақша бұлттар жүрмесе. Сынып балдай татпаса, шайқалған балдан не пайда, жемесін жазда татпаса, шаршап бір келіп жұмыстан саясында жатпаса. Жарық күннен не майда, үйінде таңың атпаса, бұл өмірде қызық не, бұзығын шулап жатпаса. байлықты жиған не пайда, артында ұрпақ қалмаса, төлейхіңді бөлгізген сәбидің қолын талмас. Көрініп тұр, қазақ аруларының насихаттарын дұрыс болмауы ешқандай біздің ұлттық идеологиямызға келмейді. Бірақ осыған жол берген үшін мәдениет министрін жауапқа тарту керек. Неге сіздер бұндай концерттерге үлкен көлемде стадионға адам жинап рұқсат бересіздер? Бұл кісілер бұндай концертті өзінің ортасында беру керек, өздерінің оқиды. Біздерге мысалы өте ерсі, қыз балалардың жалаңаш билеуі және Қазақстанға бұндай концерттерді үлкен түрде беру ұлттық біздің мына құндылықтарымызға балта шабу. Бұған қаншама адам еліктеп кетеді, қаншама жанұяның бұзуына бұлар атсалысады, қаншама қыздардың бұзылып кетуіне. Сондықтан тоқтатыңыздар, мәжілісте отырған депутаттар мәселені көтеріп, мына сахнаның әдебі мен сахнаның қасиетін ұмытпаңыздар. Ұят, мынау елімізге